Ассаламу алейкум, қарас жамағаты, жігіттер, такси жамағаты, доставщиктер. Азыр бізде Көзіменке Текшік райондардың ортасында шында бір оқиға болды. Қырғыз жігіт, такси жігіт Волгоградский проспекттен МКАДтан центрді көздейді, дублерді көтқан жерден светофордан аз көп айтады, қызылды өтіп кетті дейді, көп айтады, марға еткенде өтті дейді. Видеосын сұрасақ, видеосын көрсетпейді әзір. Видеосын сұрап көрсетпейді. Мына жерден өткенде, бұл жақтан өткенде үспей өтпей қалды. Нар жақтан BMW келіп сүзгенде. Мынау BMW келіп сүзген. Бұл BMW міне ол жақтан Волжский бульвардан шыққан. Окскаяны көздей. Сүзгенде машина антарылып артырып, мынау столбты сүзген. Мынау қызыл сары такси, қытайский машина екен, бірақ номерін көрсетпейді. Азыр алды тұрыпты алып шықты. Онан да қарайып тұрып жүрпай, екі пассажир екен. Біреусі өліп тұр, қырғыз таксист тирүү екен. Аларды алып кетіштір. Такси баламен жол шалғай алдық. Bir тұрыпты алып шықты. Шол не только сарыда, даже жашыл марға еткенде тоқтағылачы. Мына қараңыз, жап-жаш қырғыз бала екен дейді. Машинаның номерін тартқанға да рұқсат бермейді.